Сәлем баршаңызға. Кезекті мастер-классты түсіріп жатырмын. Бұл жолы дәл осы раушан гүлдерге мастер-класс түсірдім. Бұл гүлді осындай қуыршақ букетке қолдандым, және де плед букетке де осы гүлдерді қолдандым. Тоқылу жолы өте оңай, және де көлемі үлкен болғандықтан өте әдемі көрінеді. Шынайы раушан гүлдерге ұқсап. Өте әдемі. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал мастер-класс сіздерге пайдалы болсын. Келесі мастер-класста кез келген жіпті алсаңыздар болады. Ал мендегі жіп Yarnars Jeans жібі. Және пен алғашқы ілмекті іліп аламыз. Осылай бекітеміз. Осылай байлап алып бастасаңыздар да болады. Бізге ең алғашқы 51 ілмек керек болады. Іліп шығамыз. 1 7 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 столбик накидан біліп шығарамыз. Күрчөкті кіргіземіз. 8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Тағы да осылай екеуінен іліп аламыз. Тоқимыз. Ол үшін осылай күрчөкке жіпті іліп аламыз. Ал төртіншісіне столбик накидам ілеміз. Осылай күрчөкке жіпті орап, төртінші ауада 2 ілмек ілеміз. Тағы бір столбик накидам іліп шығарамыз. Ауада 2 рет ілеміз. Үшіншісінен столбик накидам ілеміз. Екеуі қалады. Үшіншісінен столбик накидам. 2 рет. Тағы да бір столбик накидам ілеміз. Столбик накидам іліп шығарамыз. Ілеміз. Үшіншісінен столбик накидам ілеміз.
дәл сол жерден екінші столбик накидамды іліп шығамыз. Ода 2 рет, екеуі қалады, үшіншісінен столбик накидам іліп шығамыз. Дәл сол жерден столбик накидам ілеміз. Қатардың соңына дейін жалғастырып тоқимыз. Соңғы столбик накидам. Дәл сол жерден іліп аламыз. Бізде енді екінші қатарды тоқуға кірісеміз. Тоқамыз. Бір жерден қарамыз. Осы жерге тоқитын боламыз. Екінші қатарда сол жерден аламыз. 3 бұрыш болып тұр, сол жерден аламыз. 4 бұрыш болып тұрған жерден тоқымаймыз. 3 бұрыш болып тұрған жерден аламыз. Столбик іліп аламыз. 2 рет дәл осы жерден тағы да 2 столбик накидам іліп аламыз. Тағы да 2 столбик ілеміз. 2 столбик накидам іліп аламыз. Ауада 2 рет ілеміз. Тағы да 2 столбик ілеміз. Іліп аламыз. Үшбұрыштан тағы 2 столбик накидам іліп аламыз. Тағы да столбик накидам ілеміз. Тағы да 2 столбик ілеміз. Тағы да 2 столбик. Қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. 2 столбик ілеміз. Ауада 2 рет. 2 столбик. Тағы да ауада 2 рет. Екінші келесі үшбұрыштан осылай тоқып шығамыз. Әрқайсысынан 4 столбик накидам ілеміз. Ортасында осындай 2 рет ауада іліп отыру керек. Себебі роза гүлдерді ең маңызды бөлігін күлтелерін осы жерге тоқитын боламыз. Ауада 2 рет ілеміз. Столбик накидам ілеміз.
бірінші қатарымыз аяқталды. Енді біз ең негізгі бөлігі соңғы қатар гүліміздің күлтелерін тоқимыз. Екінші қатар аяқталды. Енді ең маңызды бөлік гүлдің күлтелерін тоқитын боламыз. Гүлдің күлтелерін тоқып шығамыз. Міне, жаңасында екілмегіл болдық қой. Сол жерден күлтелерін тоқитын боламыз әрқайсынан. Әрқайсынан 8 столбик іліп тоқимыз. Ол үшін күртшекке осылай шипті орап аламыз. Сегіз столбик накидом. Бірінші күлтеміз дайын. Енді осы араларынан осылай тоқимыз. Күртшекті осылай ілеміз. Шипті шығарып аламыз. Енді күлтеміз тоқимыз. Столбик іліп шығамыз. Жерге бекітіп аламыз. Сегіз столбик іліп шығамыз. Қатардың соңына дейін тоқимыз. Күлтемізді бекітеміз. 8 столбик іліп аламыз. Қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Соңғы күлтемізді болдық. Енді осы жерге сонымен аяқталды гүліміз.
алсаңыздар болады. Кез келген плед букеттерге тіксеңіздер болады. Өте әдемі үлкен гүл шығады. Осы гүлді тоқып кәделеріңізге жаратыңыздар. Осындай әдемі гүл шықты.